Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жәнібек Әлемханұлы WBS басшысымен кездесіп, жекпе-жек бойынша келісімге келді. Орта салмақта WBA және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлы Ар-Риядта, Сауди Арабиясының бокс кешінде WBS президенті Маурисио Сулейманмен кездесті. Кездесу кезінде WBS басшысы Жәнібек Әлемханұлы үйін белбеуі үшін айқас өткізгенін қалайтынын айтыпты. Қазіргі таңда титул доминикалық Карлос Адаместе. Бұл ескі жаңалық. 22 ақпанда Адамес Сауди Арабиясында британиялық Хамза Ширазбен жекпе-жек өткізеді. Сонымен қоса Жәнібек пен Шираз жекпе-жегі бойынша келісімге келді. Хамза Адаместі жеңсе, Әлемханұлы 2-3 титул үшін айқасқа шығады. Әлемханұлы чемпиондармен неге айқаса алмайтынын ашық айтылды. Боксинг 247.com журналисті Майкл Калинс орта салмақта WBA чемпионы кубалық Эрсланда Лараның IBF және WBA титулдарына ие Жәнібек Әлемханұлымен жекпе-жекке шығуға мүмкіндігі жайлы ойын айтты. Бұған дейін Жәнібек Ларамен айқас өткізуге қатысты жанкүйерлерінен пікір сұраған еді. Жәнібектің Хамза Шираз, кіші Крис Юбенк және WBS чемпионы Карлос Адамеспен жекпе-жекке шығуға үміті ақталмады. Бұлардың бірден біреуі Әлемханұлымен айқасқысы келмейді. Өйткені Жәнібек дивизионның патшасы 41 жастағы Эрсланда Ларада Жәнібекпен шықпайды. Өйткені қазір одан бары жақсы 160 фунт WBA титулы бар және оның әлсіз қарсыластарды қорғап отырады. Лара Жәнібектің жеңіліп қалса, мұндай жеңіл табыстың айырылып қалады ғой, деді Калинис. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады, достар. Әрине, менде қазір түсініп тұрмын. Бары агрессив, бары жаман комментарий жазып тұр. Сіздерден тек қана қолдау, подписаться күтіп қаламын, достар. Құдай қаласа 5 сәуірде Жәнібектің бойына баратын боламыз. Барын сіздерге ашық айдын көрсетіп, айтып өтетін боламын. Бары видео құдай қаласа әр күн шығатын болады. Сіздерден тек қана лайк, қолдау. Ең ақырғы видеолардың бары менің арнамда болады. Мәліметтер көріп барыңыздар. Баршаға рахмет. Баршаға сәттілік, достар.